Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің ең сүйіп жейтін творожный пирогымның рецебімен бөлісетін боламын. Сүйіп жейтін пирогтарыңыз болмауы мүмкін емес, себебі дәмі өте ерекше, қамыры да өте үгілмелі, жұп-жұмсақ болып пісады. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан ақ керемет болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал енді осы пирогтың жасалу жолымен бөлісетін болсам, дайындап қойған ұнымызға бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ маргаринімізді қосып, езіп үгітеміз. Мен бұл жерде сары май қолдандым. Ұнымыз бен маргариніміз біріккеннен кейін үстіне қант, ұн қопсытқышымызды, жұмыртқамызды қосып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қантымыз қамырымыздың ішінде білініп қалмас үшін мен бір жұмыртқаға осы қантымызды араластырып езіп аламын. Содан кейін барып қамырымызға қосамын. Одан кейін жаңағы аталған ингредиенттердің барлығын осы ұнымызға қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз үгілмелі, жұмсақ қамыр болып шығады піскен кезде. Мен әрдайым ұнды көз мөлшерімен саламын, себебі әр ұнның құрамы әртүрлі болып келеді. Міне видеодағыдай қамырымыз осы жұп-жұмсақ болуы тиіс. Енді осы қамырымызды 30 минутқа салқын жерге қойып қоямыз. Енді творожный пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бір ыдысқа творогымызды, жұмыртқа, қант, қаймақ және ванилинімізді барлығын салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Миксермен осылай жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз однородная масса дейді ғой, біркелкі болуы тиіс. Салмамызды дайындағаннан кейін 24 сантиметрлік формаға май жағып аламыз да, холодильниктен жаңа қамырымызды алып, біркелкі қылып қамыр жаямыз. Қамырымыз біздің жұп-жұқа болмауы керек. Міне осындай орташа қалыңдықта дөңгелек форма жасап аламыз. Осы дайын болған формамызға, қамырымызға жаңағы творогымызды құйып, 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Піскен соң 1 сағаттай формасынан шығармай салқындатып аламыз. Творогымызды қатпай тұрып кеспейміз, себебі творогымыз ағып кетуі де мүмкін. Творожный пирогымыздың салмасына өзіміздің қалауымызша жемістер, шоколадтарды себуге болады. Мен бұл жерде қара жидек қолдандым. Ештеңе қоспай пісірсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет, қамыры жұп-жұмсақ, үгітілмелі болып піседі. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.